Сәлеметсіздер ме? Менің алған тақырыбым смарт технологиялар тақырыбы. Қалышбек Айым, ТПП 23-6К тобының студенті. Жалпы смарт технологиялар дегеніміз бұл ақпараттық коммуникациялық технологиялар негізінде жұмыс істейтін, деректерді жинау және өңдеу, пайдалану арқылы адам өмірін жеңілдететін құрылғылар мен жүйелер. Бұл ұғым өте кең және әртүрлі салаларды қамтиды. Мысалға тұрмыстық тіршілікті, медицина, ауыл шаруашылығы, көлік құрылысы және білім саласында өте кең танымал түрде қолданылады. Смарт технологияларға мысал келтіретін болсақ, смарт үй, яғни смарт хоум, мысалы Google Home, Amazon Alexa функциясы жарықты, жылыту жүйесін, қауіпсіздікті смартфон арқылы басқаруға болады. Яғни үйдегі сигнализацияны смартфон арқылы басқаруға болады. Оның артықшылығы энергияны үнемдейді және қауіпсіздік ыңғайлы. Смарт қала, яғни смарт сити, мысалға Барселона, Сингапур, Сеул сияқты қалалар бұл смарт қалалар ретінде танымал. Оның функциясы көлік қозғалысын басқарады, ауа сапасын бақылайды, автоматтандырылған көше жарығы. Оның артықшылығы экологиялық тиімділік, көлік кептелісін азайту және тұрғындарға жайлы орта болып табылады. Және тағы бір мысалға келтіретін болсақ, смарт денсаулық сақтау, яғни смарт healthcare, мысалға Apple Watch жүрек ырғағын бақылап, ақау болғанда хабар береді. Функциясы дәрігерге қашықтан мәлімет жіберу, яғни науқастарды онлайн бақылау. Артықшылығы ерте диагностика, жедел жәрдем көрсету. Смарт ауыл шаруашылығы, смарт agriculture, мысалға дрондар егістікті қадағалап, тыңайтқыш себеді. Функциясы ауа райы болжамы, топырақтың ылғалдылығын өлшеу, автоматты суару жүйелері. Артықшылығы өнімділік артады, ресурстар үнемделеді. Смарт білім беру, smart education, мысалы Google Classroom, Khan Academy. Олардың функциясы онлайн сабақтар, дербес оқу траекториясы және білім нәтижесін бақылау. Артықшылығы қолжетімділік, икемділік, яғни тиімді білім беру процесі болып табылады. Енді тағы бір мысал келтіретін болсақ, бұл интернет заттар, яғни Internet of Things. Смарт құрылғылардың негізі ол Internet of Things. Бұл құрылғылардың интернет арқылы бір-бірімен байланысуға, деректер алмасуына қамтамасыз ететін жүйе. Мысалға, тоңазытқышта азық азайса, смартфонға хабарлама келеді. Жасанды интеллект және Big Data. Смарт технологиялар жиі жасанды интеллектпен үлкен деректерді қолданады. Жасанды интеллект жүйелері деректерді өңдеп болжау жасайды, мысалы аурудың алдын алу деген секілді. Big Data ол миллиондаған деректерді талдап, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Экономикалық тиімділік. Смарт технологиялар энергияны үнемдеп, адам күшін азайтады. Кәсіпорындарда автоматтандыру арқылы өнімділік артады. Қауіпсіздік пен жеке өмірді алатын болсақ, ол смарт құрылғылар қауіпсіздік арттырса да, кейбірі жеке деректерге қауіп төндіруі мүмкін. Мысалы, камералар мен микрофондар арқылы ақпарат жинауы мүмкін. Смарт технологиялардың болашағы бұл 2030 жылға дейін әлемде 75 миллиардқа жуық смарт құрылғы жұмыс істейді деп болжануда. Смарт технологиялар жасанды интеллектпен бірге барлық салада басты рөл атқаратын болады. Қорытындылай келе, смарт экология және қоршаған орта ауа сапасын, температураны, ылғалдылықты автоматты түрде өлшейтін құрылғылар. Мысалы, смарт урналар толған кезде автоматты түрде тазалық қызметіне хабарлама жіберіледі. Яғни экологияны бақылау арқылы экологиялық апаттың алдын алуға болады. Смарт бизнес және өндіріс, смарт industry, яғни роботтандыру. Зауыттарда смарт роботтарды өнімді жылдам әрі дәл шығарады. 3D басып шығару, өндірісте прототиптерді жасау уақытын азайтады. RPI жүйелері ол кәсіпорындарды толықтай цифрландыру арқылы басқаруды оңтайландырады. Смарт киім, смарт wearables, спортшыларға арналған киім жүрек соғысын, тыныс алуын және дене температурасын бақылай алады. Арнайы сағаттар мен білезіктер адам денсаулығы мен қозғалысын үздіксіз бақылайды. Жалпы смарт технологиялар бұл болашақтың емес, қазіргі өміріміздің ажырамас бөлігіне арналған құралдар мен жүйелер. Олар күнделікті тұрмысты жеңілдетіп қана қоймай,
білім беру, денсаулық сақтау, көлік, ауыл шаруашылығы, өндіріс сияқты маңызды салаларда үлкен тиімділік береді. Бұл технологиялар уақыт пен ресурсты үнемдеуге, қауіпсіздікті арттыруға, адамның өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Смарт жүйелердің негізінде жасанды интеллект, интернет заттар және үлкен деректер сияқты заманауи технологиялар жатыр. Сондықтан бұл саланы дамыту елдің цифрлық болашағына салынған инвестиция болып табылады.